Сәлем достар, сіздермен бүгін Сала Геймер. Бүгін мен сіздерге 3 топ күшті механизм көрсетпекшімін. Олар өте күшті. Сонымен достар, кеттік. Сонымен достар, біздің бірінші механизміміз электронды пеш. Бұны мен өте көп қолданамын. Болмаған өте қатты ұнайды. Выживанияларда мен бұны осыны салып, заттарымды қойып осында өзім өз істермен айналыса беремін. Бұл өте пайдалы механизм. Сіздер қолдансаңыздар, өкінбейсіздер. Мына жерге тамақ саласыздар үлкен сандыққа. Міне, мен тауықтарды, шошқаның етін, етті, сиырдың етін, соларды саламын. Ал мына кішкентай сандыққа көмір салу керек. Міне, мына жаққа жай көмір, екінші жаққа ағаш көмірі. Үстідегі үлкен сандықтағы заттар воронка мен пешке түседі. Ал кішкентай сандықтағы заттар воронка арқылы пештің астына түседі. Сонда көмірлер түседі. Сөйтіп пісіп болған, ол заттар воронка мен астыңғы үлкен сундыққа пайда болады. Бұл өте пайдалы. Заттар кезек-кезек өздерімен өзі пісе береді. Сол үшін мен бұны өте көп қолданамын. Сіздерге де қолданыңыздар деп ұсынамын. Сонымен бұл механизмнің ерекшелігі осыда. Сол үшін достар, осыны көп қолданыңыздар. Екінші механизмге кеттік. Екінші механизм автоматты тростник өсіру. Бұл механизмде өте оңай конструктормен құрастырылады. Ресурстармен. Міне бір костный мука алып алайын. Оны костный муканы алып, мынаны өсірейік. Негізі ол өсу керек. Мен тез болу үшін әдейі сіздерге өсіріп отырмын осылай. Міне, көріп тұрғансыздар, ол тез болып жоқ болып кетеді. Ал түскен нәрсе сиқырмен мына грузовой воронкаға түседі. Міне 13 тал, әзір 15 тал болады, қарап тұрыңыздар. Өзі өсу керек негізі. Мен әдейі өсіп тұрмын. Өзі әдейі өсіріп тұрмын мен. Міне өсті, 15 тал болды. Бұның схемасы өте оңай. Міне схемасы мынандай наблюдатель болу керек ең үстінде. Оның астында кішкентай лепке емес, простой поршень болу керек. Одан кейін мына өссе сигналды наблюдательге береді. Ал наблюдательдің артындағы красный факел жанып, оны поршеньге береді. Одан кейін поршень итеріп, оны астыға түсіреді. Ал воронка болса, грузовой воронка, оны блоктың астынан алып алады. Егерде сіздерде өте көп грузовой воронкаға келеді. Өте көп костный мука болса сізде 64 одан да көп, сосын оларды сіз аласыздар да, мына розетчикке қосасыздар, қарап тұрған. Одан кейін мына механизмді қосу керек. Егерде механизм өте тез болса, дұрыс істемей қалады біздің механизміміз. Міне ақырында итере бастайды. Міне, көрсетейін сіздерге. Міне өсіреді, итереді, өсіреді, итереді. Осының бәрі адам істеген секілді істей береді. Міне 35, 37, 39, 41 өстіп, біз жоқ кезде өзімен өз көбейе береді. Мына зат біз қалса да, ол шексіз істей беретін болады. Осындай пайдалы механизм сіздерге ұнайды. Сонымен достар, біздің үшінші механизміміз автоматты ферма. Бұл маған ең қатты ұнайтын механизм. Бұны мен өзім ойлап таптым, ал қалған екеуін ютубтан көріп өзгертіп жасадым. Бұның схемасы мынандай: кнопканы бассақ, красный камень бұларды итеріп, тура осы раздатчиктерге келеді. Одан раздатчиктерде, әр раздатчикте 4 раздатчикте 4 тал су болу керек. Сіздердің өздеріңізше мен 4 тал су құямын. 4 тал су қояп, міне, бірінші су кетті. Екінші су кетті. Үшінші су кетті. Төртінші су кетті. Деп айта аламын. Су ұтып қалды десең. Төртінші су кетті, міне. Одан су, міне, розетчиктен ағып, заттарды, міне, сәбіз, картоп итеріп, осыларды пшеница дегендерді итеріп, осы воронкаға кіреді. Ал 4 воронка бірігіп, бір сундыққа заттарды қосады, міне, осы сундыққа. Міне, сіздердің көздеріңізше әзір мен осыны басамын, міне. Міне, итеріліп сразу көргендеріңіздей. Міне, әзір осының бәрі сумен келіп, воронкаға түседі. Ал воронкадағы заттар тура сундыққа түседі.
Bunu men özüm oylap taptım. YouTube'da mümkün, biroq men aytıyor onu YouTube'dan görgen jokmун bunu. Zatlarımız payda boldu görüp turganыңızдай. Bunun öte күчтүү mexanizm. Sizler bunu yegip özleriniz ketip kalasızlar. Odan keyin ol өскөн соң кылганы басасыздар. Бул 1 минут гана алат. Ал бул mexanizm болмаса, sizler onu alıp, salıp, kayta barıp, terip жүргенче, осы mexanizm 1 minutта isteydi. Biroq knopka men. Осы mexanizm mаған қатты ұнайды. Оны мен көп мерлерімде қолданамын. Сіздерге қолданыңыздар деп ұсынамын. Бұл mexanizmдерді қолдансаңыз, өкінбейсіз. Және өте оңай. Әзір мен заттардың бәрін қайтып егіп шығайын. Міне, бірінші пшеницаны егеміз. Ектім. Енді қызылшаны егеміз. Мына тауып алайын. Қызылшаңдан үлкен екен. Свекла. Одан оны егеміз. Білмеймін, қызылшаны оны қызыл нәрсе етеуір. Енді сәбізді егеміз. Сосын картоп егеміз. Міне, сәбіздер полный рядпен егіп саяқ. Ектік. Міне. Болды. Енді олар өскен соң, мен осы бірақ кнопканы ғана басам. Сонымен достар, біз бүгін топ 3 ең күшті mexanizm түсірген болатынбыз. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сау болыңыздар. Сонымен достар, біздің видеомыз аяғына жетті. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Бүгінгі видеода біз топ 3 маған ұнайтын ең күшті mexanizmдер түсірдік. Лайк басып каналға тіркеліңіздер. Ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley.